Баршаңызға сәлем, құрметті менің көрермендерім. Бүгін сіздерге әдеттегідей өзім жасап қолданатын рецепттердің бірімен бөлісетін боламын. Қолжетімді заттардан жасалынатын өте оңай десерт павлованың рецебін қабыл алыңыздар. Ол үшін 150 грамм ақуызды миксердің төмен жылдамдығында ақ көпіршік болғанша 1 минуттай шайқаймыз. Аппақ көпіршік бола бастағаннан кейін 300 грамм ұсақ кристалды қантымызды қосамыз. Қантты 2-3 қасықтап қосып отыруы керек. Қантымыз біткен соң 1 шай қасық лимон шырынын немесе видеодағыдай дайын шырын қосамыз да қантымыз толық ерігенше, яғни птичий клюв болғанша шайқаймыз. Птичий клюв дегеніміз миксерді жоғары ұстағанда ақуызымыз толығымен құламай қатып тұруы керек. 30 грамм жүгері крахмалымызды арнайы лопатканың көмегімен ақуызымызды басып алмай үсті-үстіне араластырамыз. Қалташаға арнайы насадка салып, алдымен астын толық айналдырамыз, одан кейін шетін 2 немесе 3 айналдырып шығамыз. Сонда ортасы бос болып, яғни құстың ұясындай болуы керек. 160 градуста қызып тұрған пешке саламыз. Бірден пешті 100 градусқа төмендетіп, есігін ашпай 1,5 сағат пісіреміз. 1,5 сағат пісіп шыққан соң пештің аузын жартылай ашып, толық суығанша қалдырамыз. Креміне 350 грамм крем чизді, яғни творожный сырды миксерлаймыз. Үстіне 100 грамм қант ұнтағын, яғни сахарный пудраны қосып, тағы да шайқаймыз. Ең соңында мұздай сливкиді 33%-ық 200 грамм қосып, қоюланғанша тағы да шайқап аламыз. Достар, қазақ контентінің дамуына үлкен үлестеріңізді қоса отыруларыңызды сұраймын. Ол үшін егерде каналыма тіркелмеген болсаңыздар, төменде қызыл подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеле кетіңіздер. Қоңырауша белгісін баса кетсеңіздер, ең алғаш болып жүктелген видеоларымды көре аласыздар. Ұсынып отырған видеома лайк басып, төменде поделиться батырмасын басып, әлеуметтік желіде осы видеомен достарыңызбен бөлісе кетулеріңізді де сұраймын. Осымен біздің Анна Павлова десертіміз дайын. Қиялдарыңызға ерік беріп, әртүрлі етіп, әсемдеп ұсына берулеріңізге болады. Сіздермен болған Нұржамал. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге көптен көп рахмет.